Фарида Бокумбаева Рашидтің қызымын. Жасым 71-де. Семей остан ауырдым, өкпеде кистоват еді. Содан ол жерде семейде больницада жаттым. Одан су алды, 10 күн жаттым. 10 күннен кейін шығарды. Содан қайтадан сол ұржардың өзіне келдім. Келгеннен кейін 10 күннен кейін қайтадан су болып қалды да қайта су алды. Содан кейін болмаған күн осы Алматыға келдім. Алматыға келгенім қызымға содан больницаға қаралдық. Содан ота жасады, киста бар деп. Кистаны алды. Соны жатып шықтым 10 күн. Оны шықтық. Одан кейін қызым осындай дәрігер бар екен, апарайын түбін үзейік деп сөйледі. Соны жарайды деп келдім, қазір жақсымын. Ем алдым, система алдым, дәрілерін іштім. Қазір жақсы болып қалдым. Жөтелім жоқ, одышкам жоқ, бәрі жақсы болды. Жақсы апа, Алла толық шипасын берсін. Балаларыма рахмет айтамын. Толық жазылып кетіңіз. Рахмет. Жүз жасаңыз. Немере балаларыңыз арасында ойнап күліп жүре беріңіз. Ауырмаңыз апа. Рахмет, сендерге рахмет. Көп рахметімді айтамын.